Атырау халқы енді Нұрсұлтан Назарбаев дәуір тұлға қоғам атты көрмені тамашалай алады. Мемлекет басшысының жүрген жолынан хабардар етер көшпелі көрме салтанатты түрде шымылдығын ашты. Құнды мұралар бар көшпелі қор бұған дейін Алматы мен Шымкент қалаларында болған. Тарихи жәдігерлерге толы көрме 2 ай бойы атыраулықтардың назарында. Көшпелі көрме шымылдығын Қазақстан Республикасы президенті кеңсесінің басшысы және президент кітапханасының директоры Махмұт Қасымбеков пен облыс әкімі Нұрлан Ноғаев ашып берді. Экспонатқа толы қордан Нұрсұлтан Назарбаевтың жүрген жолы мен әлем алдындағы мәртебесін аңғаруға болады. Көрмеде 1000-нан аса құнды жәдігер мен қолжазба, 50-ден аса мемлекет табыстаған марапат бар. Мұнайлы өлкедегі салтанатты шараға 130 адамнан құралған президент оркестрде тамаша тарту жасады. Осы жерде 800-ден астам экспонаттар бар. Елбасының туған жерінен бастап жасаған жұмыстары бойынша өзіміздің Қазақстанда ең қиын жылдағы өзінің шешімдері барлық осы жерде документтер, түп нұсқалары осы жерде тұр. Көрмеде президент туралы бұрын-соңды беймәлім болған ақпараттар да бар. Мұражай мамандарының айтуынша, мұнда келген әр адам Нұрсұлтан Назарбаев өміріне қатысты қызықты мәлімет пен оның әлемдік саясаттағы орны туралы деректерге қанық болады екен. Елбасына қарап талпынса, елбасының өмір жолынан үлгі тәлім тәрбие алатын болса, тағылым алатын болса, сен осындай боласың деп әр баласын үгіттесе, әр баласын осындай тәрбиеге баулса, бұл ең негізгі елдіктің шығарып жұмысы осы деп ойлаймыз. Көшпелі көрме жобасы былтыр қараша айында Алматы қаласынан бастау алып, биыл ақпан айында Түркістан облысында жалғасқан. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қос қалада 250 мыңнан астам адам көрмені аралап көрген. Ал Атыраудағы көрмені Шаймардан Сариев атындағы мұражайдан тамашалауға болады. Жарас Ниязбек, Асан Темір Қаршығұл, Ғани Сағындықов, Информбюро, Атырау облысы.